Мына кітабыңызда бір керемет дүниелер бар да, бір күрделі философиялық дүниелер. Былай қарасаңыз қарапайым, ал былай астарына үңілсеңіз терең. Мысалға мына заңы солай деген өлеңіңіз тұтастай бір керемет дүние. Бір-екі тармағын оқимын мысалға. Жылытпасын білесің суық табыт, иесі жоқ табыттың ұмытпалық. Дұшпан түгіл ағайын жаназаңа күліп қайтып келеді, күліп барып. Бізге осылай бір тарқатыла береді. Мысалға жеңілсең де дегенде өмірдің осылай бір көлеңкелі тұстары, арпалысты шақтары жиі бой көрсетеді деген өлеңдеріңізде. Енді бұл шындықтан алынады. Негізінде мен өзі арнайы осы өлеңді заказбенен жазбаймыз. Бұл өлең деген сол күнделікті көрген, білген, түйген түйсігіңнен пайда болады. Жаңағы өмірдің заңдылығында расында адамдардың мына бір пенделіктері барлығы өлеміз деп айтады. Өлуге ешкім дайын емес. Тіпті өлімге барса да күліп қайтатындар. Кеше дос болып еңіресіп қолтықтасып жүрген адам бүгін өлгеннен кейін сенің өліміңді жаңа күліп тұрған секілді. Сондай бір заңдылықтардың барлығын қарасаң, адамға табиғи ой салады. Сол ойлардан аласың, сол ойлардан философия пайда болады. Сол ойлардан бүткіл адамзатқа ой салатын жүйелер пайда болады. Соларды жазасың. Былайша айтқанда менің жазғаным барлығы образ емес, нағыз шындықтан ойып алып, көрген білгенімді жазасың. Өйткені мен арнайы әдебиет оқыған адам емеспін. Сол көрген білгенімді қалам түрту арқылы осындай бір өлеңдердің жинағын шығарып отырған шығармын.